Одан не керек, ауыл қорып, мал бақтым. Жалпы қазір малдардың жағдайы адамның жағдайынан жақсы. Себебі әр малдың өзінің төлқұжаты бар. Әр уақытта оны егіледі. Қарасан, шумка, бруцеллезге егілетін малдардың өзінің алдын ала екпес бұрын қанын тексереді. Жарамды, жарамсыз болса екпейді. Бізде какой-то вакцинаға өйтіп тексерген жоқ қой. Кел. Қашпа. Үйден неше өсіңдер деп жүріп салды ғой. Шу ғой? Ана малды қалай тексересің, қаны келеді, келмейді деп. Мен мысалы өз басым вакцина салғызым осы Астанаға келетін алдында. Оған дейін 1,5 жыл қашып жүрген ғой. Оказывается, аэропортқа керек екен. Оның түк несі жоқ екен. Қиындығы жоқ екен. Барып сұрадым, қалай вакцина салған, денсаулыққа зияны жоқ па десем, денсаулығын көтерсе жүре бересің ғой дейді. Болмаса 500 мың береміз дейді. Сөйтіп еккізіп алдым. Енді ешқандай маған әсері болған жоқ. Рахмет сіздерге, сіздермен бірге болған мен Мейіржан Алтыбаев. Маған ешқандай мысалы әсері болған жоқ. Сіздермен бірге болған мен Мейіржан Алтыбаев. Маған әсері болған жоқ. Сіздермен бірге болған мен Мейіржан Алтыбаев. Тұрсынбек аға алып кетесіз ба? Мейіржан Алтыбаев. Мейіржан Алтыбаев. Құрметті достар, егер Олимпиада Қазақстанда өтетін болса, оның ішінде Қалжан Ахун елінде өтетін болса, қалай болар еді? Қанат Әлжапаров барша жігіттермен қарсы алыңыздар. Ой, бәрекелді. Осы стол сындыратын шығарсыңдар әрі берді. Қарсы алыңыздар, Қанат Әлжапаров. Осы әкім болып келмей тұрғанда Астанада квартира менен алған костюм ғой, қимаймын. Жігіттер